Бізде сұрақ жауап айдары Алматы қаласы Алатау ауданы салық комитетінде отырмыз. Бізге сұрақ жауапта толық сіздердің қойылған сұрақтарыңызға толық жауап алу үшін жеке кәсіпкерлерді әкімшіліктендіру бөлімінің бас маманы Көптілеу Болатбек Жанұзақов мырза. Осы кісіге біз барлық сұрақтарыңызды қоямыз. Алдымен алғашқы сұрағымыз біздің: мен бұрын оңайтылған режимде болдым, упрощенка. Енді спецрежимге қалай өтемін? Спецрежим бір жылға ма, әлде тұрақты ма? Қандай жеңілдіктері бар? Саламатсыз ба, құрметті салық төлеушілер. Қош келдіңіз. Осындай сұрақтарыңыз болып отса, бізге әрқашанда келіп, сұрақтарыңыздың өзінің жауаптарын алуға болады. Сіздің сұрағыңыз бойынша, спецрежим, яғни упрощенкада табысыңыздан 3% налог төлейсіз. Және де қосымша бұл заявление, өтініш беру қазіргі е-салық бизнес арқылы жібере аласыз. Каспий приложение арқылы, Народный банк арқылы приложениесі, және салық төлеушінің через ЭЦП арқылы өзінің жеке кабинеті, жеке кабинеті арқылы заявление жіберуге болады. Бұл тұрақты 3% налог төлейді. Жылына 2 рет отчет өткізеді. Тек қана егерде жұмысы қосымшасы болса, квартал сайын 200-200 форма өткізуге міндетті. Көп рахмет сізге. Келесі сұрақ: спецрежимге өтуге өтінішті қай сервистер арқылы тапсыруға болады? Оны қазір ғана өзіңіз айтып өткендей, жаңағы е-салық бизнес, ол приложение. Екінші, барлық банктарда орнатылған госуслугаға кіріп. Үшіншіден, біздің жаңағы жеке мемлекеттің кабинеті арқылы өтуге болады. ЭЦП арқылы, иә. Үшінші сұрағымыз: егер мен ИП болып, оңайтылған режимде жүріп, 1 наурыз 26 жылға дейін өтініш бермесем, не болады? Осы моменттерде, құрметті салық төлеушілер, жақсы қадағалаңыздар, ертерек өтініштеріңізді жіберулеріңізді сұраймыз. Яғни 28 февраль ақпанға дейін жібермесеңіздер, сіздер общеустановленный режимға өтесіздер. Ал общеустановленный режим, қысқаша айтып кетейін, ол жерде сіздердің салықтарыңыз 10%. Ал упрощенка, егерде заявление жіберген жағдайда, сіздерде 3% салық төлейсіздер. Сол үшін, құрметті салық төлеушілер, сіздерден бұл туралы бүкіл Қазақстан бойынша салық органының жұмыстарын жүргізуде, яғни салық төлеушілерге SMS арқылы push уведомление дейміз жіберіліп жатыр, хабарландыру жіберіліп жатыр, телевизорлерден, Instagram, TikTok және осындай мемлекеттік әлеуметтік программалар арқылы жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол үшін, құрметті салық төлеушілер, сол үшін ертерек 28 ақпан, 28 февральға дейін өтініштеріңізді жіберіп үлгеріңіздер. Өте дұрыс, рахмет сізге. Келесі сұрағымызды қояйық. Егер мен ИП-ні 26 жылы тіркесем, автоматты түрде спецрежимге өте аламын ба? 26 жылы? Иә, биылғы жылы. Автоматты түрде. Ол енді өзіңізге байланысты қай режимді таңдайсыз. Егерде упрощенка деген пункт бар, общеустановленный режим, үшінші крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство дейді. Егерде шаруашылық, ауыл шаруашылығымен жеке кәсіпкер емес, ауыл шаруашылық, крестьянское хозяйство дейді. Сондамен таңдасаңыз, қай режим сізге ұнады, сол режиммен танысасыз. Ол режимді қосымша мәліметтер келіп сұрақтарыңыз болса алуға болады. Әр режим бөлек пайыздары. Жалпылай айтқан уақытта, біздің ИП-ні жеке кәсіпкерді тіркеу арқылы сіздер алдымен режим таңдамасаңыздар, өздеріңіз жалпылай режимге өтіп кетуіңіз мүмкін. Сіздерге қазір соны толықтай айтып жеткіздіріп отыр. Келесі сұрағымыз, сізге рахмет. Келесі сұрағымыз: егер мен 25 жылы ИП жабуға өтініш бердім, ал ИП 26 жылдың қаңтарында жабылса, спецрежимге өтуге өтініш беру керек пе еді, жоқ па? Орынды сұрақ. Бұл спецрежимге міндетті түрде өтініш жіберулеріңіз керек. Яғни жібермесеңіз, ол ИП-ларыңызды жабуға немесе басқа да ИП-ні жабу үшін алдымен спецрежимге өтіп, содан кейін ғана ликвидационный отчеттарды өткізсе болады. Болады. Заявление жібересіз сол күні, и сол күні ликвидационный отчеттарды бір күнде жіберуіңіз керек. Өте дұрыс. Құрметті салық төлеушілер, сіздерге маңызды ақпарат: ИП жабылатын кезде алдымен ликвидациялық отчетты тапсырып, содан кейін ғана барып, сол күні, бір күн кешіктіруге болмайды, сол күні заявление беруіңіз керек ликвидация жөнінде. Рахмет. Келесі сұрағымызды арғата жалғастырайық. Егер мен спецрежимге өткім келеді, бірақ ОКЭД-тің біреуі сәйкес келмейді, ондай жағдайда мен сол сәйкес келмеген ОКЭД-та басқа
запретительный спискті жоқ окетке ауыстырсам болады ма? Одан кейін заявление қайта берсем болады ма? Осы жөнінде қалай ойлайсыз? Запретительный списокта негізі көрсетілген 44 окет бар. Сол 44 океттің ішіне барлық список кірсе, сіз онда соның ішінде біреу кірген болған жағдайда сіз спецрежиммен, яғни упрощенкамен жұмыс істей алмайсыз. Тек қана сол список арнайы содан қарап таңдауларыңыз керек. Рахмет. Ал егерде ол список болды, бірақ ол кісі запретительный списоктағы жоқ окетті ауыстырып қайта заявление берсе болады ма? Болады ол кезде. Қайтада заявление жіберсе болады. Окетті Құрметті біздің салық төлеушілер, егер сіз списокта болып қалсаңыз, бірақ ол списоктағы окетті басқа списокке ауыстырып қайта заявление берсеңіз, рұқсат берілген. Так, келесі сұрағымыз, спецрежимде НДС қосымша құн салығы бола ма? Әлде бұл жай қорқыту ма? Жоқ, болмайды. Бұл жерде спецрежим упрощенкада НДС болмайды. Бұл жердің порог дейміз ғой, яғни бір жылда табатын табысыңыз 2,6 миллиард теңгеден аспаса болды. Ешқандай НДС-ге тұрмайсыз. Өте жақсы, рахмет. Тек қана общеустановленный режимде. Келесі сұрағымыз, рахмет сізге. Егер мен зейнеткер болсам, пәтер жалға берсем, ИП спецрежимде тұрса, ИП-ны жауып тастап, самозанятый бола алам ба? Иә, бола аласыз. ИП-ны жабасыз міндетті түрде жеке кәсіпкерлікті. И самозанятый өз-өзін қамту 4%. Зейнеткерлер ешқандай налог та төленбейді, және 4% пенсионный, социальный отчисление міндетті төлем, оларды ешқайсысын төлемейсіз. Тек қана чек беріп отырасыз ай сайынға тапқан табысыңыз. Құрметті зейнеткерлер, сіздер үшін арнайы бұл сіздерге жеңілдетілген режим деп айтса болады. Өйткені қаншалықты сіз пайда алған жөнінде де, бірақ 4%-ын төлемейсіз. Өйткені сіз босатылған, ыңғайлатылған сіздерге салық режимі. Егер, келесі сұрағымыз, егер менде бірнеше қызмет түрі болса, спецрежим сақтала ма? Иә, сақталады. Яғни 5 окетке дейін қабылдасаңыз, запретительный списокта болмаса, сіз окетті, сол режимді қала аласыз. Да, рахмет сізге. Так, келесі сұрағымыз, алдымен жұмыс істеп, кейін 28 февральға дейін спецрежимді артқа қарай задним числом өтуге бола ма? Болады. Бірақ бірінші наурызға дейін сіз жіберуіңіз керек. Заявление, өтініш дейміз, соны заявление жіберіп үлгеруіңіз керек. Ал артқа өзі өтке алмайсыз, одан кейін. Өте дұрыс, рахмет сізге. Келесі сұрағымыз, егер бухгалтер өтініш берген жағдайда қателесіп, общеустановленныйды таңдады. Оны спецрежимға өзгертуге болады ма? Жоқ, болмайды. Бұл жайт тек қана бір жылдан кейін жібере аласыз спецрежимге. Бір жыл уақыт өту керек. Сондықтан да 28 ақпан айына дейін жіберіп үлгеруіңіз керек. Мұндай жағдайда бухгалтер қателескен жағдайда барлық қиыншылықты біздің жеке кәсіпкер мойнына алады. Егер чек соғылып, бірақ табыс көрсетілмесе, спецрежим сақтала ма? Чек соғылып, бірақ табыс көрсетілмесе, спецрежим сақтала ма? Сақталады. Спецрежим сақталады, бірақ камералдық түрде сіздер оны қосымша хабарлама жібереміз, ескерту. Салық төлеушілерге сізде чек бар, осындай табыс пайда таптыңыз, осыдан 3% салығыңызды төлеңіз деп хабарлама, ескерту жібереміз. Құрметті кәсіпкерлер, қаншалықты сіздер мына салық органдарын алдаймын деген жөнінде де, бірақ сіздерді тікелей анализ жасаған кезде барлық жағдайларыңыз шығады. Сондықтан қазір өздеріңізді алдап, ертең көп налог не болмаса пеня деп жатады, соны төлеп жатпаңыздар. Одан да бүгін толықтай мәліметіңізді есептеп, дұрыс отчет тапсыруға міндеттеніңіздер. Рахмет сізге. Так, спецрежимдегі ИП НДС-пен жұмыс істейтін компаниялармен жұмыс істей ала ма? Жоқ, істей алмайды. Өйткені оларға общеустановленный режим болу керек. НДС затрат дейміз, зачетный. Ол тоолар общеустановленный режим. Оларға тиімсіз. Сондықтан да ол салық төлеші общеустановленный режимін қабылдаған дұрыс болады. Қабылдауға дұрыс болады, бірақ енді НДС-пен олар болса да жұмыс жасауға болады. Болады, негізі болады. Негізі болады, иә. Бірақ НДС-пенен жұмыс жасағаны тура. НДС-пен НДС? Иә, НДС-пен НДС жұмыс жасаған дұрыс. Өйткені мен ИП, ол ТО НДС-пен, екеумізде НДС-пенен. Ол ыңғайлы, өйткені зачетная сторона бар. Затраттарын қоя алады. Тек қана табысынан 16% НДС-ін ғана төлейді. Өте рахмет, аха. Келесі сұрағымыз, қоймада жылдар бойы жиналған құжаты жоқ тауар болса, оны қалай сақтауға, сатуға болады?
және қандай салық салынады? Бұл сұрақта енді каждый индивидуально қарау керек. Бұл жерде қоймада ескі заттар болсын, или сол заттарды сатқан кезде спецрежимде упрощенкада 3% төлей алады. Бірақ бұл жерде салық органы ол жеке кәсіпкерден сұрау салуға міндеттей алады. Иә, бізде қазір признак происхождения деп жатады Сол ғой. товар қайдан шықты, қайдан алдыңыз, қай кезде о импортпен келді ма, или осыған дейінгі алдыңғы жылдары келген товарларына сатып алынған ма, сол сұраттыра алады Иә, салық органы. оның признак происхождениесі болмаған жағдайда, оны жекелей тексеру мақсатында білуі мүмкін. Иә, Дұрыс па? хабарлама жіберіп. Рахмет сізге. Так, келесі сұрағымыз. Егер ИП немесе ТО спецрежимде болса, ЕСФ-ті кімге жазу керек? Бұл жағдайда мен ойлаймын, кім сатып отыр, сол адам электронный счет фактураны жазу АВР міндетті. міндетті. Иә? Счет фактура жіберуге договор, согласно договор дейді ғой, енді сол бастысы. Сол бойынша сатып отырған жеке кәсіпкер міндетті түрде жібере алады. Өте жақсы, рахмет сізге. Мен коммерциялық ғимаратты жалға беремін. Спецрежимдемін. ОКЭД 68204. Бірақ ол тыйым салынған тізімде тұр. Ал 4-5 категорияларға рұқсат бар деп жазылған. Өтініш бергенде бас тартып жіберу мүмкін бе? Иә, яғни бас тартып жібереді. Сіз өйткені коммерциялық деп отырсыз ғой. Олар запретительный списокта көрсетілген. 44 режимнің бірі болып саналады. Сондықтан сіз ол режиммен спецрежим упрощенкада жұмыс істей алмайсыз. Яғни сіз міндетті түрде общеустановленный режиммен жұмыс істеуге міндеттісіз. Ал егерде менің ғимаратым 500 квадратураға жетпейді. Бұл жайында 4-5 категорияға кіремін. Бұл жайында маған рұқсат берілмеген жағдайда мен қайта өтініш арқылы заявление берсем болады ма? Иә, болады. Егерде өзіңіз қосымша документтеріңіз, подтверждающий документ деймін, соларды өтініш арқылы жіберіп, өздеріңіз режимдеріңізді сақтап қалу үшін, сол спецрежимде қалу үшін құжаттарыңызды табыстап, көрсетіп, дәлелдеп жіберуіңізге рұқсат берілген. Сондай вообще бар, да? Бар. Ондай жағдайлар бізге де келіп отыр. Осындай документтердің құжаттарын беріп. Рахмет сізге. Так, келесі сұрағымыз. Бізде ТО бар. Жүк тасымалымен айналысамыз. Барлық көліктер жалға алынған. Спецрежимді таңдауға бола ма? Бұл жайтта енді жеке қарау керек. Бұл жерде енді сіз спецрежимді қала алмайсыз, себебі өйткені сіз агент болып саналасыз. Яғни общеустановленный режиммен жұмыс істеген тиімдірек болады. Ал спецрежимде қалу үшін өзінің балансында жеке автокөлігі болу міндетті, дұрыс па? Міндетті. Құрметті салық төлеушілері, сіздер егер өздеріңіздің көліктеріңіздің өздеріңіздің атында болсаңыз, онда спецрежимде қалуға міндетті бола аласыз. Келесі сұрағымыз. Бұрын спецрежим плюс ТИС болғанбыз. Енді жай спецрежимге өткіміз келеді. Өту алгоритмі қандай? Яғни бұл жерде сіз регистрационный данный деді, салық органынан ТИСті шешуіңізге міндеттісіз. И және өтініште. ТИС бұл өзі бір оңайлатылған программа болған. Осыған дейінгі жылдары болған. Енді сол ТИСті сіз өзіңізге қажет болмаған жағдайда учеттан шешіп, сол спецрежимде қала бересіз. Самое главное, жылына 2-6 миллиард доходыңыз суммасы аспаса болды, иә? Рахмет. Келесі мына соңғы сұрағымыз деп айтайық. Мен тендерлерменен бұрынғыдай спецрежимде жұмыс жасай аламын ба? Жұмыс жасай аласыз. Сіз тендерменде госзакуп дейміз ғой, сонымен жұмыс жасай аласыз. Доходыңыз 2-6 миллиард қайталап өтіп кетеді. Содан асып кетпеген жағдайда болады. Өйткені казначействолар оны ешбір зачетқа алмайды ғой. Алмайды, ол жағынан ешқандай қателік жоқ. Ал құрметті салық төлеушілер, сіздерге осы сұрақтардың барлығына жауап берген Көптілеу Болатбек Жанұзақович мырза толықтай жауап алдыңыздар деп ойлаймыз. Келесі айдарымыз осындай сұрақ жауап болады. Барлық сұрақтарыңызды қойыңыздар. Біз іріктеп осылай жауап беруге міндетті боламыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет сізге де. Басқа да сұрақтарыңыз болашақта туындап жатқанда жағдайда келуіңізге де болады, хабарласуыңызға да болады, немесе басқа да рахмет сізге. Сіздерге көп рахмет. Бізге рұқсат беріп, осылай эфирге шығып, біздің сұрақтарымызды жеке дара кәсіпкерлерден алынған сұрақтарға жауап беруге міндеттелгеніңізге рахмет сізге. Көп бүгін ашық сұрақ жауап айдары болды деп сенемін. Рахмет сіздерге, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Рахмет сіздерге.